Налян мас болып қалады. Анасы кішкентай кезінен бастап көп заттарды бұған жасатпаған еді. Солай отқанда Хайри екеуі қалай сүйіскенін байқамай қалады. Альп Жананың екі қабат екенін біліп, сен менің әйелім бола тұра біреумен қалай жатасың дейді. Альп Седатты қорқытып, барлығын Рафет мырзаға айтамын дейді. Сондықтан Седат Альпты бармайсың және ешкімге айтпайсың деп оны ұрып тастайды. Альп Седатқа полицияға шағымданып, Седатты қамаққа алады. Түрмеде отырған Седатқа Налян келгенде Седат, мен бұнда отыра алмаймын, мені тез шығар деп Налянға айқайлап жібереді. Басқалары Налянды күтіп түрме сыртында тұрады. Рафет мырза ешкім Седатқа көмектесуші болмасын деп бәріне бұйрық береді. Ауруханадан шыққан соң Альп Жананың үйіне келеді. Седатты түрмеден шығармау үшін мен барлығын жасаймын дейді. Жабит мырза, түрмедегі Седатқа қамқор болыңдар, оның басынан бір тал шаш түспесін деп өзінің адвокатына бұйрық береді. Седатты камераға әкеле жатады. Жолда күзетші, Жабит мырзаға рахмет, сенің арқаңда ақшалы болдым, енді саған бас көз боламын дейді. Оны жататын камераға әкелгенде, онда Жабит мырзаның бұйрығымен тамақ және киімдер әкеліп тастаған екен. Үстегі отырған басшысының біреуіне, мына балаға тиіспеңдер, әйтпесе Жабит мырза бәрімізді қырады деп оларға айтып кетеді. Ішіндегі басшысымақ біреу келіп, Жабит мырзаға рахмет, бізге тамақ пен киім беріп жіберіпті, бірақ бізде бәрі бар деп ешқайсысы Жабит мырзаның берген тамақтары мен киімдеріне қолдарын да тигізбейді. Пера тойдан қашып кетеді, ал Музо болса бөлмесіне келіп, есікті ешкімге ашпай, тамақ та жемей, Налянның фотосына қарап отырады. Дөндуге ғана есік ашады. Әкелген тамақты жемейді, алдыңғы әкелген тамақтарды жемеген екен. Налян Рафет мырзаға сізбен сөйлесуге боламады деп түрмедегі Седаттың жағдайын жеткізеді. Оның халі нашар, барлығының көзінше айта алмадым. Седат мені тез шығарып алыңдар деп менен көмек сұрады дейді. Сол кезде Рафет мырза, оған ешкім көмектеспейді. 1-2 ай сонда отырсын, өз жазасын өтесін, сонда ғана адам болар дейді. Рафет мырза кеткеннен кейін Налян терезеден қарап Хайриге көз салады. Хайри де осыны аңдып тұрғандай Налянға қарап күледі. Барлығы Музо үшін уайымдап жатады. Музо бөлмесіне қамалып алып, ешкіммен сөйлеспей, тамақты ашпай, ешкімге есікті ашпай, далаға да шықпапты. Гүлжихан ханым, баламды осы күйге түскен қыздың Құдай жазасын берсін деп налып отырады. Рафет мырза Гүлжихан ханымға өзінің ренішін білдіреді. Сендер маған шындықты айтпай жасырдыңдар деп. Өйткені алдым Первин Гүлжихан мен Жабит екеуінің бұрын атастырылғандарын айтып қойған еді. Рафет мырза, бұлай болмайды, барлығы өз орнына келсін, сенімен ажырасу процесіне кірісемін деп кетіп қалады. Гүлжихан ханым ұзақ күрсініп ойланып отырады. Фарида Селеннің бөлмесіне кіріп келеді. Седаттың не үшін түрмеге түскенін маған айтып беріңдер дейді. Селен мен Левент Фариданы алдайды. Яғни Альптың өзі бірінші Седатқа тиіскен. Сөйтіп жыны шығып кеткен Седат оны ұрып салған дейді. Түрмеде Седатқа полдарды жуғызып қояды. Көрі оғлы болсаң, ол бостандықта шығар дейді. Бұл жерде сен жай біз сияқты адамсың дейді. Бар да дәретхананы жуып тазала дейді. Амалы жоқ Седат не қорыққаннан, не амалы жоқтығынан барып дәретхананы тазалайды. Билюр келеді. Налянға той күні Седат пен Альп ұрсып жатқанда сен қайда болдың дейді. Налян да не істерін білмей терезеге қарай береді. Ондағы іздегені Хайри еді. Налян Билюрға енді сол күні Хайримен сүйіскен туралы айта бергенде, бұлардың сыртынан тыңдап тұрған Фарида ханым ішке кіріп келеді. Фарида ханым да, сен қайда болдың сол күні? Біз сені Билюр екеуміз барлық жерден іздедік дегенде Налян, мен мас болдым, барып саябақта құстым дейді. Хайри мырзаға рахмет, ол да менің қасымда болып көмектесті дейді. Налян Фарида ханымға, мені баяғыдай шомылдырып бересіздер ме дейді. Хафизе Налянның бұл қылығына таңғалады. Өйткені әрдайым Фарида ханым өзі сені жуындырамыз деп айтатын еді. Ал бұл кезде Налян өзі сұранып тұр. Альп Жаннаға тағы ұрсып жатады. Сенің 2 қабат екеніңді балаларың үшін ешкімге айтпай отырмын дейді. Жанна да, не істесең оны істе, бірақ мен бұл баланы туамын дейді. Налян Музоның бөлмесіне барып есігін қағады. Сондағы ойы Музомен сөйлеспекші еді, бірақ Музо үндемейді де, Налянға есікті ашпайды.
Кешкі ас үстінде Селен Наляңға тиіседі. Сол кезде күйеуінің жанында болғанда Альп екеуі төбелесіп қалмайтын еді деп. Сол уақытта Фарида ханым да қызының сөзін жақтап, не болса да болды енді Седатқа көмектесу үшін қолымыздан келгенін жасайық дейді. Рафет мырза, мен тұрғанда Седатқа көмектесу үшін ешкім ешнәрсе жасамайды дейді. Сот үкімі қалай шығады, Седат сөйтіп өз жазасын алады деп. Сөйтіп отырғанда Жанна да келеді. Әдейі келіп Налянның қасына отырады. Налян шыдамай сыртқа шығып кетеді. Налян үндемей Хайри мырзаның жанынан үндемей өтіп кетеді. Хайри да Налянның ізінен кетеді. Паркке барып, екеуі бір донер мен айран сатып алып, теңдей бөлісіп жеп алады. Жанна барлығының көзінше жақсы көріну үшін мен Альппен сөйлесемін, ол шағымын қайтарып алады дейді. Сол кезде Рафет мырза, ешкім еш нәрсе жасамайды, Седатқа көмектесуші болмаңдар дейді. Фарида ханым Налянды көру үшін бөлмесіне келгенде Налян жоқ болады. Өйткені ол паркте Хайримен бірге әңгімелесіп отырған еді. Бұл қыз түн жарымда қайда кетті екен деп телефонына қоңырау шалғанда Хафиш ол телефон үйде ұмытып кетті деп әкеп береді. Налян да келіп, паркке барып қыдырып келдім, таза ауа жұттым дейді. Енді Жанна келіп қасыма отырғанда не істерімді білмей тұрып кетіп қалдым. Хайри мырза жанымда болды дейді. Фарида ханым Жаннаға хабарлама жібереді, ертең паркте кездесеміз деп. Түрмеде Седат тағы да есікті ұра бастайды, айқайлап ашыңдар деп. Күзетші келгенде мен бұл жерде тұра алмаймын, өтініш деп оны алып кетеді. Барып әкесіне қоңырау шалып, әке көмектес, мен мына жерде қала алмаймын, мына жерде тұра алмаймын, өтініш әке көмектесші дейді. Ертесі барлығы Рафет мырзаны іздеп жүреді. Өйткені ол ешкімге айтпай үйден кетіп қалған еді. Қоңырауларға да жауап бермейді. Тако келіп, Музоның бөлмесінде бір нәрсе тарс етті, Музо құлап қалған сияқты деп барлығы Музоның бөлмесіне қарай жүгіреді. Барлығы сонда жүгіріп келіп, Музоның бөлмесін аша алмай жатады, өйткені Музо іштен құлыптап алған екен. Музо бөлмесінде ес-түссіз жатады. Седатты түрме бастығының кабинетіне алып келеді. Адвокатпен кездесем ба деп келген Седат әкесін көріп қуанып кетеді. Рафет мырза, сені құтқаруым үшін сол күні не болды, не үшін сен Альпті ұрып тастадың, шындықты айт дейді. Жанна Фарида ханымды паркте күтіп отырады, бірақ ол келмейді. Жаннаны алдап паркте кездесеміз деп өзі Альппен кездесу үшін Жаннаның үйіне келеді. Фарида ханым, Седат не үшін сені бұлай ұрып тастады, және Жанна менен нені жасырып жүр дейді. Үйіндегі айқай-шудан оянып кеткен Налян енді солай бара жатқанда стол үстіндегі бір қағазды көреді. Хатты оқып Налян қорқып кетеді, өйткені онда ақылға кел, сенің не істеп жүргеніңді білемін, әйтпесе деп жазылған екен.